Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1-ші сынып математика 60-шы сабақ пысықтау тақырыбын қарастырамыз. Бізбен бірге болыңдар. Каналымыз ұнаса лайк басып тіркеле кетіңдер. Ал сабақты бастайық. Бізге берілген 1-ші тапсырманы оқиық. Уақытты анықта. Балалардың музыка үйірмесі сағаттарда көрсетілген уақыттарда басталады. Олар үйден басталатын уақыттан 1 сағат ерте шығады. Олар үйден сағат нешеде шығуы керек? Кәнекей суретімізге назар аударайық. Біздегі осы суретте Арман мен Аружан көмекшілеріміз бар екен. Кәне Аружанның сағатынан қарап көрейікші. 9-да, 10-да және 8-де басталады. Әр күні әр түрлі уақытта басталады екен. Ал музыка үйірмесіне бару үшін үйден 1 сағат бұрын шығу керек екен. Ал бірінші уақытқа 1 сағат шығу үшін, 9-да болу үшін сағат нешеде үйден шығу керек екен? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Жақсы, дұрыс. Аружан бізде сағат 8-де шығу керек. 8 деп жазып қояйық, иә? Ал келесі уақытымызда сағат 10-да болу керек. Ал үйден 1 сағат бұрын шығу керек, сонда сағат 9-да шығу керек. Келесі сағатымызға қарайық, сағат 8-де болу керек, яғни сағат 7-де үйден шығу қажет. Сағат 7 деп жазып қояйық. Ал ендігі кезек Арманға келді. Арман сағат 2-де музыка үйірмесінде болу керек, ол деген 1 сағат бұрын үйден шығу керек. Яғни ол сағат 1-де үйден шығу керек, 1 деп жазайық. Келесі күні сағат 4-де музыка үйірмесінде болуы қажет. Ал сағат 3-де үйден шығады, 3 деп жазайық. Ал арғы күні сағат 3-де музыка үйірмесінде болу керек, сол себепті 1 сағат бұрын шығатын болғандықтан сағат 2-де шығу керек, 2 деп жазамыз. Ал балалар, екінші тапсырмаға назар аударып көрейік. Өзіндік жұмыс есепте салыстыр дейді. Біздің есептеуіміз бойынша берілгендері уақыт өлшем бірліктері, масса өлшем бірліктері, ұзындық өлшем бірліктері берілген. Осы бойынша есептеп салыстыру керек. Ал балалар, салыстырып көрейік, есептейік. 1 дециметр және 20 сантиметр. Салыстырайық. 1 дециметрде бізде 10 сантиметр, 20 сантиметр көп екенін белгілейміз. Екінші 2 килограмм және 4 килограмм. 4 килограмм артық. 8 литр және 6 литр. 8 литр көп. 10 сағат және 9 сағат. 10 сағат көп. 3 сантиметр қосу 6 сантиметр және 1 дециметр берілген. 3-ке 6-ны қосқанда 9 сантиметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар, 1 дециметр үлкен. 2 сағат қосу 3 сағатты 5 сағатқа тең және 8 сағат. 8 сағатымыз үлкен екен. 9 литр азайтылған 2 литр 7-мен теңескен кезде қандай болады? 9-дан 2-ні алсақ 7, яғни 7-мен 7 саны теңеседі. 10 килограмм және 40 килограмм азайту 20 килограмм бізде 20 килограммға тең болады. Яғни бұл жерде 20 килограмм артық екен. Балалар барлығын есептеп көрдік. Видеоны қайтадан айналып көрсеңіздер болады, тексеріңіздер. Ал балалар, 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Сен зерттеушісің. Таразы табақшысында алмұрт, алма және апельсин бар. Жемістердің ең ауыры қайсысы? Таразы дегеніміз өлшейтін құрал. Ал бірінші таразыға, бірінші суретке назар аударайық. Алма және апельсин бейнеленген. Осы жерде қай жеміс ауыр? Ойланып көрейік. Әрине, жақсы, дұрыс. Бұл жерде алма ауырлықты көрсетіп тұр. Себебі оның салмағы бойынша басымын көрсетіп тұр. Ал балалар, екінші суретке қарайық. Бұл жерде апельсин жоқ. Алмұрт және алма бейнеленген. Қай жеміс салмағы жағынан ауырлау? Әрине, алмұрт бейнеленген. Алмұртты белгілейміз. Жарайсыңдар, балалар. Ал бізде жемістердің ең ауыры қайсысы екенін таптық. Ол қандай жеміс? Әрине, ол алмұрт. Математика күнделікті өмірде 4-ші тапсырмамызға назар аударайық. Бөлшектердің ұзындығын өлше. А нұсқасына зер салайық. Оларды салыстыр дейді.
Балалар, бөлшектерді салыстыру үшін алдымен олардың ұзындықтарын өлшеп алайық. Кәнекей, сызғыш алып өлшеп көрейік. Бірінші жасыл бөлшектерді өлшейік. Кәнекей, бізде 5 сантиметр жасыл бөлшек 5 сантиметр екен, ал көк бөлшек 3 сантиметр екен. Ал қызыл бөлшектер қанша сантиметр? 4 сантиметр екен. Кәне. Ал енді салыстыруға бірінші 5 сантиметр мен 3 сантиметрді алып көрейікші. Кәне жазайық. 5 сантиметр бізде үлкенді көрсетіп тұр. Жарайсыңдар балалар, ал нұсқасына зер салайық. Қосынды құрастырып есепте. Бұл жерге 3 сантиметр мен 4 сантиметрді қосып көрейік. Мәні 7-ге тең болады екен. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз пысықтау болғандықтан барлық тапсырмаларды оңай әрі тез шығардық. Ал балалар, келесі кездескенше сау болыңдар.